Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен. Биеміз Гром деген атыңыз бар еді, Польшадан деген, соның қызы. Бірінші тума. Бір рет міне осы бірінші құлыны. Жуандығы зор екен, Громыз дәуір 180-185 шығар еді бойы. Сылқасы да бар екен. Ар жандағысы құлыны тамашалап қойыңыздар. Осының әпшесі. Қара ма? Екінші тума. Қара. Осының әпшесі. Бұл да Громның қызы. Ұсақ түреді. Екеуі ұқсайды міне. Апалы сіңілі. Қарқараның ұрғаш құлыны бірге шықты бұл. Жан бағасы екіге шықты, бірге шықты бұл да осыны сыңар. Бұл да Қарқараның бағасы. Бір жасар. Енді бұл жерде сатылатын құлындар бар ма? Еркек ұрғашы әлде тек өздеріңізге өзімізге ұрғашыларын бәрін алып қалып еркегінен өзімізге бір екеуін алып қаламыз, или үшеуін, қалған бір екеуін жаңа бір ағаларымызға беріп жатырық. Ғалымжан Палуан ағамызға бердік. Тағы сондай бір екі ағаларымызға беріп жатырық хадия ретінде. Жақындап бара беріп. Өткен сезонда Ғалымжан Палуанды шапқан. Бұйыртса келесі жылы осы корольден түседі құлындар, иә? Иә, осы корольден түседі. Біздер король. Енді король жайлы айта кетсеңіз. Корольдің шабысы жақсы, көңілден шығады. Көкпар тиген кезде де кетеді. Құдай қаласа күші барады, көріп тұрсыздар, жуанады. Жуандығына сөз жоқ екен. Әкесі Данчак, шешесі Қарабайыр бие. Бұл 7-ге шықты бұл да биыл. Бойы қанша шығады бойы? Бойы 1,70. Міне жуандығын тамашалап қойыңыздар. 1,70, 7 жасар король. Жуандықтары көрініп тұр ғой. Машалла. Алла қаласа керемет құлындар түссін бұйыртса. Иә, Фарелдің қызы үйдегі жаңа таран, шақтымарлармен үзеңгілесті. Солармен бір дейді. Бітімі бөлек екен бұның. Бойы 1,70-тен асады, 2 жасар. Жалпы форель мықты береді екен, ә? Форельдікі жақсы, тұқымы зор екен. Форель сіздерден шығып сатылып кетті ол, ә? Иә, Өзбекстанға сатқанбыз. Форельдің тұқымдары қалған екен, өте керемет екен. Сұлу ғой, сұлу, бітімі бөлек. Бомба деген байталымыз. 2-ге шықты, қаласа бұл. Бомба байтал дегенде атына заты сай. Бойы 1,70-тің үсті, 71, 72 шығар. Бойы. Нәбетке қаста тұрыңызшы. Кейбіреулер сенбейді да бойына. Міне, бойы 1,70-тің үсті. Тамашалап қойыңыздар. Форельдің қызы. Көкірегі ашық, белі ұзын. Биенің басы бұл. Осы биеден осының бәрі көбейіп кеп жатыр. Осы биелерден басталған, е? Биылғы құлыны Қарқараның қызы бұл. Қарқараның қызы. Ой, машалла. Қарқараның баласы, осының баласы бұл. Осы биенің баласы ма? Осы биенің баласы. Осы биенің баласы. Аты Браслет. Бірге шықты. Қарқараның баласы. Мынау ұрғашы, е, бұл да? Иә, бұл да Қарқараның қызы. 2 жыл бойды Қарқараның. Жуандығы зор екен. Мына биеде осының бірінші қызы. Бұл Қырғызстаннан Таран деген аталып келген. 2016 жылы 17-де қойып, 18-де осы бірінші құлыны ұрғашы. Тамашалап қойыңыздар. Таран деген көкпарда шапқан, оны да кезінде Ғалымжан Палуандар талай көкпардың ақырларын өгіз-өзінің Сырым Сман ағамыздың көкпарында да өгіз-өз салымсаған Таранның бұл биыл қызы. Тамашалап қойыңыздар, шоқтығы биік екен. Қараңыздар. Осы биенің артындағы бұл баласы. Қарқараның. Мына биылғысы. Бұл да еркек бар артындағысы? Я, екеуі де еркек. Құлынды жақсы сақтайды екен.
Осы биенің қос бірдей баласы ағалы інілі. Екеуі де бір әке бір шеше деген. Бес қасқа. Биенің көкірегін ашылап қойыңыздар. Бұл биеміз Өзбекстаннан алып келгенбіз 2013 жылы. Бұдан қазір жақсы құлындар беріп жатыр. Бұның бірінші жылы құлындарын Өзбекстанға сатты, қазір Турая деп шаптырып жатыр. Турая деп аты қазір шауып жатыр. Жақсы нәтижеде. Одан кейінгі балдары жаңа Америка. Жаңа көрген болатсыздар. Үйдегі Таран деген осының балдары екеуі. Бір әке, бір шеше. Шешесі осы, әкесі Фаред. Жаңа көрсеткен Американың шешесі осы ғой, Иә, осы. Машалла. Керемет тастайды екен құлындарды. Көк биемізді 2 жыл алдын Қырғызстаннан алдыртқанбыз бұл көк биені. 4,5 миллион теңгеге бір құлынмен алғанбыз. 4,5 миллион теңгеге бір құлынмен дейсіз Бір құлынмен 4,5 миллион теңгеге алып келгенбіз Қырғызстаннан. Бұл да жақсы, нәтижесінде баласында. Биенің бітімі бөлек екен. Мынау былтырғы құлын. Жүрсін қараңыздар.